Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? 2020 жылы басталды, тендер саласында өте үлкен өзгеріспен басталды деп айтсақ та болады. Өйткені госзакуп порталында, яғни мемлекеттік сатып алу порталында бұрын соңды болмаған үлкен өзгерістер болып жатыр. Соның бірі электронды кошелекті госзакуп порталы 2019 жылы тариф қосу арқылы өзгерткен болса, ал биыл соған қарамай оған қосымша ретінде электронды кошелекті толық қолданып жатыр. Ол қалай десеңіз, кез келген госзакуп порталында кез келген тендерге қатысу үшін қазір ценовой предложение, яғни баға ұсынысы болсын, ашық конкурс болсын, аукцион болсын, барлығына 1% жарна төлеуді талап етіп отыр. Ол біз үшін өте жақсы мүмкіндік, өйткені нағыз ақша істеймін, тендерден ақша табам деген әрбір кәсіпкерге ол өте жақсы мүмкіндік. Неге десеңіз, бәсекелестік біріншіден төмендейді, одан кейін сізге де адам ақша төлегеннен кейін, жанынан ақша шыққаннан кейін де ол сол іске жауапкершілікпен қарайтын болады. Оны мемлекеттік мекемелер неге олай жасады, неге бұлай жасады деп айтуға да болады, оларды да түсінуге болады. Неге дейсіздер ғой? Өйткені бір ИП, яғни жеке кәсіпкер үйінде отырып, осылай порталдың алдында отырып, басқа бір облыстағы, басқа бір аудандағы тендерге қатысады да, соны ұтып алады. Ол қандай тендер десеңіз, бір балабақшаға көмір, немесе жанармай, немесе бір азық-түлік ұтып алады. Ал оны ұтып алғаннан кейін, ол алыс болғаннан кейін, оған баруға қиналғаннан кейін, ол договорға қол қойып алғаннан кейін қайтадан оны орындамауға тырысады, қашуға тырысады, пайдасы аз болған үшін. Сол үшін қазір 1% жарна төлегеннен кейін ондай кісілер қазір жауапкершілікпен қарайтын болады оған. Мынау госзакуп порталы осыны ескерген, өйткені сондай жеткізушілермен, яғни поставщиктерден әбден шаршаған. Сол үшін бұл 1% жарна нағыз жұмыс істеймін деген кісілерге өте жақсы мүмкіндік. Сол мүмкіндікті жұмыс істеймін, ақша табамын деген адамдар жақсы пайдаланады. Сіз де жақсы пайдаланыңыз осыны. Негізі госзакуп порталы бұрыннан бәсекелестік өте көп порталдардың бірі. Ал Самұрық-қазына, реестр, надлог, ол жерде өте көп құжаттар талап ететін болған екен, ол жерде ондай көп бәсекелестік жоқ. Сол үшін қазір, ал енді госзакуп порталында бұрынғыдай бәсекелестігі өте төмен порталдардың біріне кірді. Сол үшін госзакуп порталынан жұмыс жасауды үйреніңіздер, ақша табуды үйреніңіздер. Тіпті сіз кәсіпкер болсаңыз, ол тіпті жақсы болады. Сол үшін кәсіпкер болған адамға да, болмаған адамға да өте жақсы госзакуп порталы.